Алла разылығы үшін деп дос жақсы көру адам бір-бірін. Бұл дінімізде өте жоғарғы деңгейде құпталынған амал болып есептелінеді. Яғни құлшылықтың түрі көп олар. Намаз оқу құлшылық, біреуге көмектесу құлшылық, біреу зиярат етіп бару құлшылық. Бірақ сол құлшылықтардың ішінде Алла үшін жақсы көру, араласу біреумен, Алла үшін деп. Бұл сол өте жоғарғы деңгейдегі амалдардың бірі болып есептелінеді шариғат бойынша. Енді жақсы көру деген нәрсе бұл ақылақ, яғни көркем мінездің жемісі дейді. Яғни көркем мінезді адамдар ғана біреу жақсы көре алады. Яғни көркем мінезге ие болмаған адамдар да бұндай нығметтен махрұм болады. Яғни жақсы көру деген нәрсенің өзінің бұл ненің жемісі дейді. Көркем мінездің жемісі екен. Ал бөліну, біреу жек көріп араласпай кету, былай жүру деген нәрсе бұл көріксіз мінездің жемісі дейді. Яғни қоғаммен араласып, құраласып, былай жүру бұл көрікті мінездің жемісі дейді. Ал бөлініп, дараланып, былай ешкім араласпай, елдің бәрін жек көріп, елдің бәрі оңбаған, елдің бәрі ондай дей беру отырып алып. Бұл жаман мінездің жемісі дейді. Адам бойындағы сол мінез сыртқа көрсетеді сол нәрсені. Сол үшін айтқаны, бір адам танисың ба десе, мына үш нәрседен өткен болсаң, сен айта аласың дейді, танимын оны деп. Сапарда бірге болған болсаң, сапарда маска шешеді адамның, кәдімгідей көрінеді. Яғни көркем мінез ба, көріксіз мінез ба, кәдімгідей білінеді. Сабырсыз ба, сабырлы ма, сабырсыз ба көрінеді. Бәрі көрінеді. Яғни ұзақ сапарға бір адаммен шықсаң, яғни оның қандай адам екенін білгіңіз келсе, мысалға, сапарға бірге шығу керек те ондай адаммен. Ұзақ сапарға бірге бару керек, кәдімгідей бәрі білінеді. Бірақ қаланың ішінде былай жақын жерде бәрі әдемі көріне береді ғой. Бірақ сыртқа шыққан кезде білінеді екен да, яғни адам көркемді мінез бе, жоқ көріксіз мінез бе. Ол біріншісі дейді. Екіншісі алыс беріс. Біреуге ақша беру керек қарызға, немесе қарыз алу керек одан. Алыс беріс болған кезде адам білінеді екен, қандай адам екен. Үшіншісі көрші болып тұрасың дейді. Көрші болып, үйің бірге, немесе жұмыстағы көршілер бөлінеді. Сол көрші болған адамдар ғана танимын деп айта алады екен да, осы үшеуінің біреуінде өткен адамдар ғана пәленшені танисың ба десе, иә танимын деп айтуға хақысы бар. Иә, түсіндіре алдым ба? Сол атың кім сен? Ержан танисың ба десе мен танимын деп айту үшін жаңа үшеудің біреуінен өткен болуым керек. Ержанмен не бірге сапарда бірге болған болуым керек. Немесе ержанмен алыс беріс болу керек арамызда. Алдымен оған қарыз берген бе, или қарыз алған ба, арада бір мәселе бар. Сондай болған болса, танимын деп айта аламын. Үшіншісіне, ержанмен көрші тұрған болсам. Танисың ба, иә танимын деп айта алады екенбіз. Демек, көркем мінез деген нәрсе, бұл адамды жақсы көру деген нәрсеге алып келеді дейді. Және тәәллуф, достасу дегенге алып келеді екен. Және туафиқ, және адамдармен бітімге келу деген нәрсеге алып келеді екен. Қараңыз, көркем мінез үш нәрсені алып келеді екен. Не дейді? Жақсы көресің сен. Біреуді Алла үшін жақсы көресің. Құдай үшін деп. Кейін неге алып келеді? Тәәллуф деген достық. Яғни көркем мінез бар адамдар ғана дос бола алады. Үшіншісі не дейді? Туафиқ деген бітімге келе алады. Айтады ғой, алдыңа жаңағыдай несін сұрап келсе, әкеңнің құнын сұрап келсе де кеш жере сал дейді ғой. Сондай сөз бар. Иілген басты шаппайды дейді. Расул саламға да Мекке фатх болған кезде адамдар келіп Расулладан кешірім сұраған кезде Расул бәрін кешіре салды. Яғни көркем мінез адам ғана бітімге келеді. Жарайды дейді. Оның сұраған нәрсесінде жарайды деп келсе салады. Уасулу хулқ ясмуру табағут ва тахасут ва тадабур. Ал көркем мінезге ие болмаған адам дейді, яғни көріксіз адам, мінезі көріксіз адам, оның бойында жаңағыдай адамдарды жек көру, ешкім жақпайды оны. Анау шей қойсын, анау шей айтпашсын, еш жақпайды.
не әйел жақпайды, не дос жақпайды, не бастығы жақпайды, не қосшы жақпайды, не көрші жақпайды. Алла сақтасын. Қараңыздар. Бұндай адам yani көріксіз адам дейді. Мінезі көріксіз адамдар осындай болады дейді. Және сонымен тоқтап қалмайды дейді. Көріксіз мінезін екіншісі оған көрсететін жемісі тахасуд. Біреуді көре алмау. Хасад қылу, көре алмау деген нәрсе ода басталады дейді. Көре алмаған не істейді енді? Не істейді көре алмаған екен? Не істейді? Зиян береді. Жаңа бір бауырымыз хабарласып жатыр. Пекарня ашқан ғой, пекарня. Нан, Субханалла. Сонымен сол жерде бір пекарня бауырымыз хасад қылып, адамдарды салып, анан кәдімгі проблеманы еткен да. Ана намазға жігіт екен, мен айтып беріп жатыр. Осыңызда мәселе болды, Субханалла. Қалай болды бұл мәселе деп. Енді ойлап жатыр, ана пекарнен адамдарды салып, ананы сөйтіп жауып тұрсам, мен не жақсы болып кетеді. Қара, сондай бір монополия деген нәрсе бар да бізде харамның, Субханалла. Ол дұрыс емес. Ол жаңынан мың сондай пекарня ашса да, сен ризығың келе береді. Yani біреудің ризығын біреу жей алмайды ғой. Қараңыз. Yani ол хасад қылып жатыр да ол адам. Сөйтіп, оның жаңағыдай тексеруге жіберген адамдарының типа енді тексеріп бұны андай шантаж жасаған ғой енді бұны. Жоқ жерден бірдеңе тауып жауып тастау керек қой мынаны. Yani құдай тағала нәсіп етіп біреулер арқылы біреуге шықтым дейді. Олар енді оның проблема қылып жатыр дейді. Қара. Енді анау дейді, мен алдыма жылап кетті. Ойбай, біз емес деп ақталып жатыр дейді, Субханалла. Кейін қарасам дейді, сол хасад қылған жанымдағы көршім екен дейді. Яғни пекарина нанды андай дүкендегі адам дейді, жасап дейді да сондай. Яғни өз қазақ айтады мынандай. Қазақ не дейді? Мен қазақ бәрін айтып тастаған ғой негізі. Біреуге ор қазба дейді. Қазсаң дейді, кеңірек қаз дейді. Ертең өзің түскен кезде нормаль жатасың дейді да. Ана біреуге ор қазған өзі түсіп кетті дейді. Енді өзінде проблема тексеріс ода болып жатыр қазір дейді. Қара. Yani мынаны тексеріп жауып тастаймын деп ойлады ол. Айналып өзіне басталып кетті проблема. Өзіне қарсы сонда тексеруге басқа заңсыз көп нәрселер шығып жатыр дейді ана кісінің. Сонда не болды? Сонда неден басталды? Хасадтан басталды. Көре алмаушылықтан. Көре алмаушылық одан неден шықты ол десе, көріксіз мінез адамнан шығады дейді. Yani ақылақ мінезі көркем емес адам осы нәрсеге алып келеді екен. Бәлкім пайғамбар алейхиссаламның несі көрікті болған мінезі. Алла тағала Қалам сүресінің 4-ші аятында «Ва иннака ла аля хулуқин азим». Садақаллах. Расында сенің я хабиб пайғамбарым мінезіңіз өте көркем деп пайғамбар алейхиссаламды Алла тағала өзі мақтап тұр. «Ва иннака ла аля хулуқин азим». Яғни Расул саллаллаху алейхи айтады: «Аксар ма юдхилун нас аль-жанна тақваллах ва хусну хулуқ». Демек, көркем мінез деген нәрсе бұл жаңа айттық қой. Бұның тақырыбымыз қалай? Алла үшін жақсы көру ма? Сол Алла үшін жақсы көру дегеннің басындағы нәрсе, дененің басы деп айтатын болсақ, сол басы көркем мінез екен да. Сол көркем мінезден шығады екен барлық нәрсе. Енді пайғамбар айтады, жәннатқа көбірек кіретін адамдардың енді сипатында Расул айтып жатыр. Жәннатқа көбірек кім кіреді деп сұрақ қойса, мысалға, Расул жауап беріп жатыр: тақуаллах ва хусну хулуқ. Екі сипат айтты. Бірінші, тақуалар көп кіреді деді. Жәннаттың ішіндегі көп пайыз адамдар қараса тақуа адамдар екен. Жәннаттағы көп адамдардың көпшілігі кімдер олар? Алладан қорқатын адамдар дейді. Екіншісі кім десе, хусну хулуқ дейді. Көркем мінез адамдар дейді. Жәннатта көпшілік адамдар осы екі адамдар екен. Екі сипаттағы адамдар. Яғни барып сөйлессең, не ол тақуа, не көркем мінез адам болып шығады дейді. Өйткені пайғамбар салам аксар ма ядхулун нас деді. Адамдардың ішінде көпшілігі жәннатқа кіретін адамдар осылар деді. Тақуалар және көркем мінезге ие болған адамдар дейді. Расул салам айтады: «Я Абу Хурайра, алейка би хусни хулуқ». Абу Хурайраға, Абу Хурайра, Расул салам айтты, көркем мінездің иесі болуға әрекет жаса деді. Қала Абу Хурайра да ханық айтты: «Ва ма хусни хулуқ я Расулаллах». Я Расулаллах, көркем мінез дегеніміз не ол? Сіз айтыңыз, мен соны орындайын. Деп сұрады. Расул салам айтты: «Тасилу мен қатаака». Көркем мінез деген мынандай болады деді. «Тасилу мен қатаака». Сенімен біреу алыс берісі кесіп тастаса, сен барып жалғана бересің дейді.
Yani біреу сенімен араласпай қойды. Бірдеңе ренжісіп қалды ма білмеймін ғой. Ол көркем мінез емес болса, бірақ сіз көркем мінез болсаңыз, сіз не істейсіз онда? Не істейсің? Звондайсың, іздеп барасың, ашуың басылды ма, қой, ұят болады енді. Құдайдан қорық. 3 күннен кейін харам болады екен екеумізге де. 3 күн жарайды деп енді былай мерзім беріледі екен шариғат бойынша, амандаспай қоюға, сөйлеспей қоюға, хабарласпай қоюға 3 күнге шейін жарым. Ойлансын, толғансын, кішкене уақыт берейік, ашу басылсын деп 3 күн береді. 3 күннен кейін не болады? Екеуі де сөйлеспей жүрсе не болады? Екеуіне де харам болады. Бірақ екеуін қайсысы бірінші сөйлесе, сол қайырлы екен деді, сол жақсы адам екен деген де Расулаллах. Енді хуснул құлық, көркем мінез деген не? Я Расул айтыңыз деді Абу Хурайра радиаллаху. Расулаллах бірінші не айтты? Тасилу мен қадаака. Сенімен кім алыс берісі кес тастаса, бол, араласпай, болды, аулақ жүрсің менен. Деп, бірақ сен не істейсің онымен? Араласа бересің. Өйткені сізде не бар? Көркем мінез бар ғой. Яғни көркем мінез адамдар ғана осындай істей алады. Көркем мінез жоқ адамдар істей алмайды. Ол ашуға беріледі, сөйтіп мінезін көрсетіп, сөйтіп қырсық дейді ғой енді. Оны шайтан арға жетектей береді оны. Бірақ көркем мінез адамдар ондайға берілмейді. Барлық нәрсені хусн-зонға сала береді. Байқамай қалған шығар, пенде қоянды. Жарайды, ренжіген шығар деп, бәрі жалғана береді дейді. Екіншісі, тафу амман заламака. Екінші, жаңағы көркем мінездің адам болатын екінші сипаты, кім саған зұлымдық қылса, сен кешіре бересің дейді. Саған біреу қиянат қыл, сені біреу лақтырып кетті. Конкретно лақтырды. Қазір біздің тілмен айтқан кезде лақтырды сені біреу. Көзің бақырайтып қойып, құлағынан теуіп лақтырып кетті. Яғни зұлымдық қылды саған. Енді сен де оны не істейсің енді? Көркем мінез болса не істейсің? Кешіресің дейді Расулаллах айтады. Бол, кешіресің. Аллах кешірімді кешірген жақсы көреді деді. Бірақ ол сіз лақтырғанымен бар ғой адам. Оны ар жақта 10 адам тауып береді, Аллах оны да лақтыратын. Яғни дәл сенің лақтыруың шарт емес сол адамды. Мысалға деп атым, сізге біреу зұлымдық қылса, дәл сол зұлымдық сізден қайтуы шарт емес сол адамға. Ол адам тәубасына келмесе, Алла Тағала оған кемінде 10 адам тауып береді, соны лақтыратын. Той соны. Яғни өзінен мықты адамды тауып береді оған. Ол саған несін көрсетті ғой. Сен қоя сал. Қазақ сөйтіп айтқанда, таспен ұрғанда, аспен ұр дейді. Ол көркем мінез адамдар ғана істей алады нәрсе. Абу Хурайра соны айтты Расулаллах. Кім саған зұлымдық қылса, сен оны кешіресің деді. Ва туати ман харамака. Кім сенен махрум қылып бермей қойған болса, уақытында сен оған қиналған кезде барып көмек сұрадың, бермеді. Көмектеспеді. Бірақ келсе оған бересің дейді. Не айтып жатыр? Көркем мінез адамдар не істейді? Алла Тағала сондай өмірді алып келеді, оны да сенің алдыңа келетін қылып қояды. Яғни ол бір күн келеді ол да сенің алдыңа. Сол кезде сен не істейсің? Баяғыда есіңде ме сен? Мен барған кезде есіңде ме? Демал демейсің? Не деп айтасың? Өткенге салауат дейді қазақ. Өткенге салауат. Өткенді болды, тастаймыз да. Не болды? Не мәселе? Не істейміз? Қалай қалай көмектесе алатын вариантпен кірісіп кетеді? Көркем мінез бар адам. Яғни өткенін істемейді ол адам, қозғамайды. Қозғағанмен ешнәрсе өзгермейді ғой. Бұл көркем мінез адамдар ғана істей алатын нәрсе екен. Осы 3 нәрсені Расулаллах Абу Хурайра радиаллаху анхуға түсіндіріп берді. Демек, бір-біріміз жақсы көріп дос болу деген Анфал сүресінің 63 аятында Алла айтады: Аузу биллахи минаш рajim. Лау анфақта ма фил арди жамиан ма аллафта байна қулубикум валакинна Аллаха аллафа байнакум. Иннаху азизун хаким. Садақаллаху лазим. Лау анфақта ма фил арди жамиан. Алла айтады, пайғамбар сам айтып жатыр, бүткіл жер дүниедегі бүткіл байлықты сен былай жұмсасаң да, жүректеріңді бір-бірімен достастыра алмайтын едің дейді. Пайғамбар сам айтып жатыр. Сенде бүткіл дүниенің байлығы қолыңда болса да, сол бүткіл байлығыңды салсаң да, адамдарды бір-біріне ести алмайтын едің дейді. Достастырып, жақсы көрсете алмайтын едің дейді. Валакинна Аллаха аллафа байнахум. Бәлкім Алла Тағала сендерді достастырды дейді. Жүректерді Алла жақындатты. Қараңыз. Иннаху, өйткені Алла Тағала азизун хаким. Ол ұлы хикмет иесі дейді. Қараңыздар.
Demek bauırlar biz bir-birimizni bauır dep aytabımız, bir-birimizni жақсы көрүүбүз, bir-birimizni сыйлабыбыз, bir-birimizni көргүм келип туратын, көрмей калса сагынатыбыз баары ким жасап коюпту осы нерсени? Мына Анфал сүресинде Алла Таала ашык айтып тур. Алла Субхана Таала жүрөгүмүздү жакындатпаса, оны эч ким жакындата алмайтын эт дейди. Караңыз. Yani жүрөгүбүз bir-birimizni издеп туруу, субханалла. Бул Алла Тааланын хикмети менен, Алланын калабы менен осундай болот дейди. Мен арадаллаху би хайран разақаху халилан салихан иннаса заккараху. Пайгамбар алейхиссалам айтады. Діндегі бауыр жайында, жақсы көретін бауырдың жайында, Алла Субхана ва Таала кімге бір хайырды қаласа, хайыр деген бұл өте ауқымды сөз, оның ішінде бүткіл нығмет бар. Кімге бір хайырды қаласа, оған жақсы досты береді дейді. Yani жанымыздағы араласатын достың өзі жақсы болуы, бұл Алланың бізге берген өте үлкен нығмет екен, субханалла. Yani қанша іздесең де досты негізінде сен өзің таңдай алмайсың. Өткен адам ішінде біз білмейміз ғой. Адамның ішіндегісін білмейсің сен. Саған әдем көріне береді бәрі. Дос болып көріне береді. Бірақ шынайы Алла үшін дос болуды, бұны Расул айтып жатыр, Алла Таала кімге хайырды қаласа дейді, оған салих, тақуа, жақсы, хайырлы оған дос береді дейді. Қараңыз. Дос береді. Кейін иннасия заккараху. Сол досы жаңа бірдеңені бір ақырет жайында есіне шығарып қойса, бір сауап нәрсені есіне шығарып қойса, ол есіне салып тұрады дейді. Қой, досым, мына дұрыс емес. Құдайдан қорық. Дұрыс емес, мынау деп қазақ сөйтіп айтқан, дос жылатып айтады дейді. Не жылатып айтқан достарды бағалау керек бауырлар? Дұшпан күлдіріп айтады дейді. Екінші бір сөзде айтқан ауыз жаман дейді. Омар ибн Хаттаб айтқан ғой радиаллаху. Кім менің кемшілігімді айтып жүрсе деген, менің кемшілігімді, мен оны өзім өте жақсы құрметтеген адамға айналатын деп айтқанда ол кісі. Yani өтініш айтыңыздар мен деген. Ол сөзде ол кісі неде айтқан? Адамдар бәрі оны достарды бағалау керек екен. Расул айтады, оны Алла Тааланың сізге берген өте нығметі ол дейді. Yani хайырлы амал, хайырлы досты Алла Таала береді дейді. Ол не істейді ол досы? Иннасияху заккараху. Ұмытып қойса есіне салып отырады. Не істейді ол? Ва ин закара аанаху. Оны шақырса ол көмектеседі дейді. Бауыр, менде проблем болып отыр. Не айтасың десе, болды деп шаруасын бәрін тастайды да, жүгір жанында болады сен. Мен Алла үшін дос болғанда осындай болады, субханалла. Мен ахан филлахи рафааллаху даражаттан фил жанна ла яналуха би шай мин амалихи. Кім-де-кім, Расул айтады, кім-де-кім Алла үшін дос бол, бауыр болатын болса, дос болатын болса, Алла Субхана ва Таала ол екеуінің дос болғандардың жәннатта дәрежелерін көтеріп қояды. Рафааллаху фил даражат. Рафааллаху даражаттан фил жанна. Жәннатта не дәреже көтеріледі деген. Ол дәрежеге ла яналуха би шай мин амалихи. Ол дәрежеге адам амалмен жете алмайды дейді. Қандай амал істесең істей бер. Yani cennette sonunda dereceleri var eкен de. Қандай амал істесең де істей бер, бірақ оған жете алмайсың дейді. Оған жете алатын бірақ жол бар екен, ол қандай жол дейді? Алла үшін дос болу. Болды, Құдай үшін біреуді сыйла, Құдай үшін аралас, немесе Құдай үшін араласпай қой, оны келесі нәрсе өтеміз. Yani Алла үшін дос болу бар. Алла үшін араласпай қою бар. Сондай мәселе бар. Абу Идрис Хаулани айтады, ли Муаз. Yani Муаз радиаллаху анху мына Идрис деген кісі айтады, инни ухиббука филла. Мен сізді Алла үшін жақсы көремін деді. Абу Идрис радиаллаху анху кімге айтып жатыр? Муаз радиаллаху анху айтты. Не деп айтты? Мен сені Алла үшін жақсы көремін деді. Мен Алла үшін жақсы көремін. Фақала лаху абшир сумма абшир фа инни самиъту расулаллаху саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйтті да Муаз радиаллаху анху айтты, саған сүйінші бар онда деді. Екі мәрте сүйінші саған деді. Осы айтып тұрған рас болса, онда сүйінші хабарым бар деді. Пайғамбар алейхиссаламның былай деп айтқанын мен естігемін деді. Юнсабул латаиф минан нас.
каррасин хаулал арш яумал қияма. Ертең қиямет күні аршының айналасында орындықта отыратын адамдар бар деді. Қараңыз, аршының саясында үстіндерде отыратын адамдар бар деді. Расулullah өйстіп айтқан деді. Ужухухум кал камар лайлатул бадр. Ол адамдардың жүздері дейді, түндегі толған айдай нұрланып тұрады дейді. Бәдір ай деген бұл толған ай. Хилал ай деген бар, туылған жіңішке ай болады, ал Бәдір деген бұл анық жарқырап тұрады түнде аспанда. Бетіп қарасақ не болады? Нұр ғой. Бірақ Пайғамбар салам нұр одан да үлкен болған. Яғни одан да жарық болған. Ол басқа сахаба риуаятқа бір неде келеді. Түнде келе жатсам, Расулullah салам шығып қалды алдынан дейді. Дәл сол күн түнде Бәдір ай жарық болып тұрған еді аспанда дейді. Расулullah келе жатыр дейді. Ай жанында тұр дейді, төбеде екеуі былай. Мен алдымда екеуі де былай көрінді дейді. Айға қарадым да Расулullah жүзіне қарасам дейді. Расулullah саламның жүзіндегі нұр дейді. Айдан да не еді дейді. Жарық еді дейді, субханалла. Ойлаңыз. Енді Пайғамбар не деп жатыр? Сол қиямет күні аршының айналасында орындықта болатын адамдар болады деді. Олардың жүздері толған айдай нұрланып тұрады деді. Ол күні адамдар қорқыныш үрейде болады деді. Бірақ жаңағы адамдар ешқандай оларда қорқыныш үрей болмайды деді. Адамдар сол күн қорқып, сондай өте қиын жағдайда болған кезде оларға ешқандай қорқыныш болмайды деді. Үрей де болмайды, қорқыныш та болмайды деді. Олар Алла субхана ва тағаланың уәлилері, әулиелері, оларға ешқандай қауіп қатер, қорқыныш, оларға қайғы болмайды деді. Фақила ман хаули я Расулаллах. Кейін біз сұрадық, я Расулаллах, кімдер сонда олар? Жаңа айтып жатқан адамдарыңыз кімдер олар? Үрей болмайтын, қорықпайтын, жүздері айдай нұрланып тұратын, елдің бәрі аяқта қиын жағдайда тұрса, бұларда ондай нәрсе жоқ. Кімдер олар? Фақала хум ал-мутахабуна филла. Олар Алла үшін жақсы көргендер деді Расулаллах. Яғни Алла үшін дос болғандар, Алла үшін араласқандар, Алла үшін көмектескендер бір-біріне, Алла үшін не болса да Алла үшін. Сол адамдарға айтылған сипаттарына жоғарыда не айтты Расулаллах? Оларға қорқыныш, үрей, қайғы болмайды деді. Инна хавлал арш манабир мин нур алейха қаумин либасухум нур ва вужухухум нур лайсу би анбия ва ла шухада яғбатухум аннабиуна ва шухада. Аршының айналасында сондай қауымдар болады деді. Нұрланған. Олардың киімдері де нұр, жүздері де нұр. Олар пайғамбарлар емес дейді. Және олар шахид болған адамдар да емес еді. Және оларға деді, пайғамбарлар мен шахидтардың өзі олай қызығып қарайды дейді. Не деген мықты адамдар бұлар деп. Ойлаңыз? Яғни пайғамбарларда қызығып қарайтын адамдар бар екен. Кейін фақол я Расулаллах сифхум лана. Я Расулаллах, кімдер олар? Бізге сипаттап беріңіз соны. Өткен біз пайғамбарларды көргіміз келеді, пайғамбарларға қызығамыз, шахид болғымыз келеді, шахидтерді қызығамыз, солай ғой. Ал сондай адамдар бар дейді, қияметте шахидтер де пайғамбарларды қызығып қарайтын адамдар бар деді. Кейін сахаба, я Расулаллах, бізге оны сипаттап беріңіз. Кімдер олар деген кезде, фақала Расулаллах алейхиссалам, хум ал-мутахабуна филла. Олар Алла үшін жақсы көргендер деді. Ал-мутажалисуна филла. Алла үшін бір жерде отырғандар деді. Яғни бір жерде қонақта отырамыз, мәжілісте отырамыз. Бірақ ол қандай отырыс болу керек? Филла болу керек. Яғни Алла үшін болу керек ол. Қонақты Алла үшін шақырайық, қонаққа Алла үшін барайық. Және ол қонақтағы отырысымызды да филлаға айналдырып керек. Алла үшінге айналдырып керек. Ол үшін не болу керек? Халал дастархан болу керек, біріншіден. Екіншіден, дүние сөзі айтылмасын ол жерде. Ол жерде ақырет туралы айтайық. Иманымыз шарықта дейді қазақ, иманымыз шарықтайық, имандасайық, ақылағымызды айтайық, әрқайсымыздың кемшілігімізді туралап алайық адамдар тыңдау арқылы. Сөз иесін табады дейді қазақ. Бетіп қарау керек, ішінде өнегелі адамдар бар ма, оған сөзді беру керек. Оны сөйлету керек ол кісіні, білесіз ба? Яғни сондай данышпан, хикмет адамдар болса, сол мәжілісте отырған адамдардың ішінде қалғандардың бәрі үндемей, бір-бірін ымдау керек те, анан қой болды керек. Сөйлесін ана кісі.
Сіз ана кісіні сөйлету керек. Сол кезде ана хайырлы филля отырыс болады да, Алла үшін де отырысқа айналады. Ол жерде өсек айтылмайды, ғайбат айтылмайды, өтірік айтылмайды. Ол жерде не айтылады? Алла үшін отырыста Алла туралы айтылады. Алла оқытайтын отырыс, субханалла. Расулым соны айтып жатыр. Ал-мутажалисуна филля, Алла үшін мәжілісте, Алла үшін отырған адамдар деді олар. Үшіншісі, вал-мутазавируна филля, Алла үшін бір-біріне зиярат қылған қауымдар олар дейді. Соны алып атырауға біреуді іздеп барасың. Не үшін бардың? Соны қарау керек та, сен не үшін бара жатсың оған? Ят болады десең, Алла үшін емес ол. Қой, ят болады, ертең кемет деп айтады. Баяда ол да келген маған, сол жақтан мен де барайын енді, ят болады десе, ол не үшін, кім үшін емес ол? Ол филля емес ол. Ол ят үшін кетіп барады. Баяда келген, мен де барып тоянымды беріп қайтайын енді, ят болады ғой ол. Қара, қанша уақытың кетеді. Мысалға да, оңай емес, сонша жерге барып, сапарда субхана неше күн машақатпен қайтасың да, мысалға. Бәлкім соны үйден шықпай тұрып, ниеті тұрап алып, Алла, мен сен үшін барам. Мен сен үшін барып, сен үшін зиярат етіп қайтамын. Десе ол филля болады. Ол Алла үшін болады. Сол үшін адамдардың разы қыла алмаймыз, біз Алланы разы қылғанда адамдар разы қылады Алла Тағала. Қазақша сөз бар ғой, Құдаңды емес, Құдайды разы қылсайшы дейді. Құдаңды емес, Құдайды дейді. Құдаммен ертең ят болады. Құдам мәтір дей берсең, ешқашан Құдаңды разы қыла алмайсың сен, Құдайды разы қылмайынша. Яғни Құдайды разы қылатындай болып араласса Құдамен, сол кезде құдалық мыңжылық болады, соны берекелі болады, субханалла. Сыйлы болады. Алла Тағала бір-бірін жақындатып қояды. Алла Тағала ортадағы дұшпандықты алып тастайды. Жаңа аятта айтты ғой, жүректерді біріктірген Алла Тағала менмін деп жатыр. Біліп қойыңдар. Расасым айтып жатыр. Бүткіл әлемдегідей байлығың болса да, соны сен жұмсасаң, соны адамдар бір-бірін жақтатайыншы мен. Бір-біріне достастырайын, жақсы көрсетейін десең де, ондай болмайтын еді деді. Оны мен жасадым дейді Расул. Алла Тағала айтып жатыр. Алла Тағала солай істемегенде ешкім жасай алмайтын еді оны дейді. إن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله له ملكا فقال له أين تريد. Пайғамбар айтады. Бір адам екінші Алла үшін жақсы көретін досын зиярат етуге жолға шықты дейді. Жолға шықты. Кейін Алла субхана ва тағала сол адамға періште жіберді дейді. Адам кейпінде келгенде періште. Адам кейпінде келіп, жаңа сапарға шыққан адамға сұрап жатыр. Айна турид, қайда барасың? Жол болсын деп сұраймын. Жол болсын, қайда барасың? Қала уриду ан азура ахи фулан. Мен пәленше деген досымға зиярат қылуға шыққан едім жолға, сонда кетіп баратын деді, осы қарай. Фақала ли хажатун лака индаху? Қала ла. Бәрекел, жолың болсын, сізге бір қажетіңіз бар ма еді? Яғни бір қажет болып баратсың ба деген еді. Жоқ, ешқандай қажеттілік мәселе жоқ арамызда деді. Фақал ли қарабатын байнака ва байнаху? Қала ла. Араларында туыстық бар ма деді. Туыстық болып, құдаң ба, жекжатың ба, нағашың ба, жиенің ба, ағаң ба, інің ба, туыстық бар ма араңда? Соңғы жерге жолға шығатындай деген еді. Қалала. Жоқ, ешқандай арада туыстық қатынас жоқ деді. Яғни мен ол туысым емес, мен оның туысым емеспін деп жатыр да. Қала фабиньямайдын лаку айндака. Қалала. Сенде оның бір аманаттары бар ма? Аралыңда мәселе осында аманат, соны апарып беруге емесе, соны қайттан сол мәселемен баратсың ба деген еді. Қалала, жоқ деді. Қала фима, онда не үшін баратсың соны деген еді. Қала ухиббу филла. Мен Алла үшін жақсы көремін оны деді. Алла үшін зиярат қылуға кетіп баратырмын деді. Қараңызшы. Сол кезде қала фа инналлаха арсалани илайка юхбирука би аннаху юхиббук ли хуббука ияху ва қад аужаба лакал жанна. Сол кезде періште айтты дейді, адам кейпінде келген періште айтты дейді, Расул айтып жатыр. Расында Алла Тағала мені сізге жіберген еді. Сізге хабарын жеткізуім үшін. Алла Тағала сізді жақсы көреді. Алла сізді жақсы көруі, сіз біреуді Алла үшін жақсы көргендіктен болды деді. Яғни Алланы біз жақсы көреміз ғой. Алла да біз жақсы көргенін қалаймыз ғой, иә? Қалаймыз. Онда осы амалға қол жеткізу үшін
не деп жатыр? Сен біреуді Алла үшін жақсы көргендіктен Алла сізді жақсы көрді дейді. Сөйтіп, Алла кімді жақсы көрсе дейді, вақот аужаба лакал жанна. Ол адамға жәннат важип болады дейді. Не дейді? Жәннат важип болады. Соңғы итог айта салдым ғой. Қалай жәннат важип болады? Алла кім жақсы көрсе. Қараңыз қалай есебін шығарып жатыр. Бұл хадис бұл негізі. Алла кімді жақсы көрсе, ол адамға жәннатқа кіру міндет болады дейді. Қараңыздар. Абу Хурайра радхияллаху анху дұға қылады екен. Алла, 2 ракат намазымды қабыл етші, 2 ракат намазымды қабыл етші деп дұға қылады екен. Кейін жаңағыдан сұрайды екен да, бүткіл намазымды қабыл деп дұға айтпайсыз ба деп. Сөйтсе, әрине айтамын ғой дегенде, бірақ сол намаздарым ішінде екеуі қабыл болса, маған сол жетеді деген ғой кісі. 2 ракат намазымен Алла рахматын алады мен деген. Рахматымен ары қарай бәрі жақсы шешіледі деген ол кісі, субханалла. Көрдіңіз бе? Демек, нерде соны айтып жатыр? Алла субхана ва тағаланың жақсылығына, махаббатына бөлену біреуді Алла үшін жақсы көрумен болды дейді. Алла кімді жақсы көрсе, яғни кімге назары түссе Алланың, оған жәннатқа кіру міндет болады дейді. Яғни жәннатқа кіру оған міндет болады дейді, важип болады дейді, субханалла. Али радхияллаху анху айтады: "Алейкум бил ихван фа иннахум иддатун фид дуния вал ахира." Али радхияллаху анху айтады: Алла үшін дос болуға көп әрекет жасаңыздар. Алла үшін дос болудың жолын жасаңдар. Оған көбірек мән беріңіздер дейді. Ол Алла үшін дос болған мына дүниеде де, ақыретте де оның рахатын көресің дейді. Не дейді? Алла үшін дос болуды өзіңе қойып ал дейді. Бұл өте маңызды мәселе дейді. Соны егер іске асыра алсаң дейді, мына дүниеде де, ақыретте де ол рахат көресің. Аля тасмау иля қаули ахлиннар. Өйткені Алла субхана ва тағала мына сөзін сіздер мән бермейсіздер ма дейді. Тозақ иелері, яғни тозақтағы адамдар бүйтіп айтады дейді. Шуара сүресінің 106 аяты. Аузубиллахи фама лана минен шафиин. Бізге бүгін шафағат ететін, араға түсіп, Алладан кепіл болатын ешкім жоқ бүгін дейді. Алла бізге қарамай жатыр дейді. Қараңыз. Өйткені досқа шафағат ететін күн бар қияметте де. Бауыр-бауырға шафағат етеді деген, қарилар шафағат етіп келеді. Субханалла. Мына бейшаралар айтып жатыр. Фама лана мин шафиин. Бізге бүгін дәл осы күні шафағат ететін ешкімді көріп тұрған жоқпыз дейді. Уәлә садиқин хамим. Сондай шафағат ететін досымыз да жоқ болғанын аттеңай деп жылайды бейшаралар, айқайлайды дейді. Қара. Субханалла. Енді Алла үшін дос болғандар ондай шафағат етеді. Сондай келеді. Достар жаңағыдай жәннатқа кіріңдер деген кезде достар ішінде іздейді екен. Енді араласып жүрген достар таниды ғой. Пәленше қайда? Көрінбейді орамызда деп іздейді дейді ана жерде. Сөйтсе, ол аяққа кетіп қалған екен да. Қылмыс қойып кеткен адам болған ғой. Негізі тозаққа кезген адам дейді. Бірақ Алла субхана ва тағала сол достардың шафағатымен оларға қайтадан алғызады дейді сол адамды сол жерге. Қараңыз, өйткені Алла тағала біреуді қуантып қайтадан қайратқанын қаламайды. Яғни олар жәннатқа кіресің деген кезде адам қуанады ғой. Кейін досын іздеп қалса, дос ана жаққа кетіп қалып, тозақ кетіп қалыпты десе, жарайды деп қоя салмайды ғой, адам қайғырады ғой. Мысалы, бірнеше группамен достарымен курортқа демалып кетіп баратсың да, арада бір адам жоқ, араласып жүрген. Ол қайда? Түрмеге сотталып кетті бейшара десе. Қандай жағдайда боласың? Мысалға да, сен рахаттан демаламайсың ғой курортта. Қайғырасың ғой. Жақсы досымыз еді, субханалла, не болып қалды екен? Ондай емес еді ғой, қалай болып қалды деп адам қайғырады. Алла субхана ва тағала соны жәннатқа кіресің деп қуантып, кейін қайғыртпайды екен адамдарды. Сол мезетте сөзін жимай тұрып, Алла субхана ва тағала оны алдырып қояды дейді жерге. Іздеп тұрған досым лезде жанында болады дейді. Бірге енді кіріңдер деп айтады дейді. Сол үшін бауырлар, ақыретте ұмытып кетпейік бір-бірімізді. Таппай қалсаңыздар іздейсіздер ғой, біз іздеңіздер. Қабекің көрінбейді арамызда, субханалла, ол кісі қайда екен деп, иншалла, іздеңіздер. Мына сол тозақ иелері соны айтып жатыр, біздің іздейтін адамымыз жоқ қой, субханалла, біз неге сол нәрсеге мән бермеді деп айқайлайды дейді бейшаралар. Али радхияллаху анху соны айтады, мына аятқа мән бермейсіздер ма? Алла үшін дос болғандардың қаншалықты
маңызды екендігін осы аяттан ақ білуге болады дейді. Алла субханала тағала Муса алейхиссаламға уахи етті дейді. Хал амалта ли амалан қат? Ай Муса, сен мен үшін бір амал жасадың ба? Деп сұрақ қойды дейді Муса пайғамбарға. Фақала Муса алейхиссалам илахи инни салайту лака ва сумту ва тасаддақту ва заккайту. Алла, әрине, мен сен үшін деп намаз оқыдым, сен үшін деп ораза ұстадым, сен үшін деп садақа бердім, сен үшін деп ұлықтадым, зекетімді бердім, бәрін сен үшін істедім әрине. Деп Муса алейхиссалам жауап берді. Фақала, Алла тағала қайтадан айтты, инна салат лака бурхан. Жоқ деді, намаз біліп қой, намаз өзіңе дәлел болады деді. Намаз оқыған болсаң, біл, ертең қияметте өзіңнің ол дәлелің деді. Бала, намазымыз дәлеліміз біздің. Сосын өте қатты мән беруіміз керек намазымызға. Оны шахада деп айтқан ғұламалар. Сіз қараңыз, очередьпен әрең кассаға бардың, мысалы, аэропортта деп айтайықшы. Қанша адамдармен әрең очередьің келді. Барсаң, нең жоқ қолында, паспорт жоқ. Қалай болады жағдайыңыз? Мысалға да, әрең очередьпен бір жаққа ұшуың кетуің керек болып тұр самолетпен. Мысалға деп жатырмын. Өйтсем екен деп тұрсаң, қарасаң, қалтаңда не жоқ, іздеп жатсың, құжат жоқ. Не деп айтады сізге? Тұр ғой дейді. Уақыт алма, келес дейді. Дұрыс па? Сіз вообще өз жерде ешкім ескермейді. Ғұламалар соны айтқанда, намаз деген қияметте сондай худжа болады деген, сенің құжатың ол дейді. Соны Алла айтты, Муса алейхиссалам айтып жатыр, сен намазың саған дәлел құжатың ол деді біріншіден. Ва саум жүннатын, оразаң деді, ол саған қалқан деді. Оразаң ана өмір деді. Жәннат, тозақта да, безақтасын, ораза деген қалқан ол. Яғни сол ораза ұстаған кезде бізден алыстайды екен тозақ. Жәннат жақындайды екен. Алла тағала соны айтып жатыр. Ва садақатын зил. Ал садақа саған көлеңке болады деді. Садақа беріп атқан, қазақ сөйлеп атқан, садақа бәлен қайтарады деп атқан сол мәселе ғой. Яғни садақаның саясында қаласың сен дейді. Соның қиыншылықтан құтылып саясында қаласың деген мағына. Ва закат нур. Ал зекетің ол нұр болады саған қияметте деді. Қиямет қараңғы ғой негізі олар. Қиямет өте қараңғы. Қазір біз дала қараңғы деп жатырмыз ғой. Ал қиямет өте қатты қараңғылығын айтқан. Ал қияметті нұрландыратын амалдарымыз екен. Оқытқан намазымыз, басқа амалдарымыз. Ва закатын нур. Алла ұлықтап зекет беруің, ол саған нұр болады деді. Файу амалу амалтали. Алла тағала қайтадан сұрады, сонда мен үшін не істедің деді. Айтып жатқан намазың, ораза, зекетің бәрін қараса, бәрі өзіңнің пайдаң, рахатын өзің көрейін деп жатсың дейді. Мен үшін не істедің деп қайтадан Алла тағала сұрақ қойды. Қала Муса алейхиссалам айтты, илахи, даллини аля амал хуалак. Алла маған көрсет, мен білмеймін ондай деді. Яғни мен сен үшін амал істеуді мен білмейді екенмін. Алла маған үйрет деп Муса алейхиссалам Аллаға жалбарынды. Алла тағала айтты, я Муса, хәл валайта ли валиян қад, ва хәл адайта ли адуан қад. Сөзі Алла тағала, Муса деді, сен мен үшін біреумен дос болған бар ма деді. Мен үшін деп біреумен айырылысқан бар ма деді. Дұшпанға айналғандар бар ма деді. Мен үшін деп. Сөзі Муса алейхиссалам, Муса алейхиссалам түсінді дейді. Анна афдал амал хиел хуб филля вал ба'ду филля. Муса алейхиссалам түсінді, демек ең жақсы амал Алла үшін деген, Алла үшін біреуді жақсы көру, немесе Алла үшін біреумен араласпай кету. Осы амал екендігін Муса алейхиссалам түсінді дейді.